Саламатсыздар ма 10 сынып оқушылары 4 тоқсан бойынша алынатын жиынтық бағалау тапсырмасының жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді бірінші тапсырмасы контурдан өтетін магнит ағынның өзгеру жылдамдығы арқылы қандай шама анықталады? Индукцияның электр қозғаушы күші. Демек, С нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Екінші тапсырмада магнит өрісіндегі берілген нүктеге шексіз ұзын өткізгіштегі ток күші 20 амперге тең, 5 см ара қашықта орналасқан өткізгішке 0,4 ньютон күш әрекет етеді. А тапсырмасында халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріңдер. Б тапсырмасында ампер күшінің формуласын жазыңдар. В-да түрлендіріңдер, ал С-да нүктедегі магнит индукциясын анықтаңдар. Ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 0,105 метр болады. Бұл бізде А тапсырмасы, ал Б тапсырмасында ампер күшінің формуласын жазыңдар деген. Ампер күшін табу үшін индукцияны, ток күшін және ұзындықты көбейтеміз. Ал енді біз В тапсырмасына түрлендіреміз, яғни индукцияның тобы формуласын жазамыз. Ампер күшін бөлеміз ток күші мен ұзындықтың көбейтіндісіне. Мынау бізде ұзындық. Енді С тапсырмасы бойынша мәндерін орнына қойып есептеп көрейік. Ампер күші бізде 0,4-ке тең. Ток күші бізде 20 амперге тең. Көбейтеміз, ұзындығы 0,105-ке тең. Сонда екенін көбейтеміз, 0,4-ті бөлеміз бөліміне, сонда тең болады 0,4-ке. Келесі үшінші тапсырмада индукциясы берілген, ұзындық берілген екен және күш берілген екен. А тапсырмасында өткізгіші мен магнит индукция векторының арасындағы бұрышты анықта, ал Б тапсырмасында өткізгіштен өтетін токтың күшін есептеңдер. Мұнда бізде магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан деген, перпендикуляр деген сөз жүрген жерде міндетті түрде 90 градус болады. Демек, өткізгіші мен магнит индукция векторының арасындағы бұрышы бізде 90 градусқа тең. Синус альфа бізде 90 градусқа тең екен. Ал синустың 90 градустағы мәні 1-ге тең болады. Енді Б тапсырмасы бойынша біз ток күшін есептейміз. Ол үшін ампер күшінің формуласын түрлендіріп аламыз. Ампер күшін табу үшін индукцияны, ток күшін, ұзындықты және синус альфаны көбейтеміз. Осы формуладан ток күшін табу үшін ампер күшін бөлеміз индукция, ұзындық және бұрыштың көбейтіндісіне. Күш бізде 4,8-ге тең. Индукциясы 0,5. Ал ұзындығы 4 метр. Синус альфа бізде 1-ге тең. Сонда мұнда 0,15 пен 4-ті көбейтсек 2 болады. 4,8 2-ге бөлеміз, 2,4 болады. Жауабы 2,4 ампер. Келесі тапсырмада мұнда бізде индукциясы, жылдамдық және заряд берген екен. Бізге табу керек протонға әсер ететін күшті. Ең алдымен жылдамдықты метр секундқа айналдырамыз. Мұнда бізде мега метр секунд деп берілген екен. 5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі метр секунд деп аламыз. Бізге табу керек күшті, яғни Лоренц күшін есептейміз. Ол үшін зарядты, индукцияны және жылдамдықты көбейтеміз. Заряд бізде 1,16 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Индукциясы 0,13 Тесла. Ал жылдамдығы 5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі метр бөлінген секунд. Сонда 1,16-ны көбейтеміз 0,13-ке, шыққан санды көбейтеміз 5-ке, 2,4 болады. Мұнда минус 19, 6 дәреже көбейтіліп тұр
қосылады, бірақ таңбалар екі түрлі болғандықтан азайтылып, оның -13 дәрежесі ньютон болады. Келесі тапсырмада трансформатор жайлы мәліметтер беріңдер, төмендегі кестені толтырыңдар. Мұнда бізде түсініктер берілген, яғни трансформатор дегенімізде трансформатордың тізбектері белгіленуі, трансформатор қай жерде қолданылады. Мұнда мінекей анықтамасын толтыруымыз қажет. Оқушылар, мінекей трансформатор дегенімізде мына бізде белгіленуі, ал мінекей мұнда қолданылуы. Сендер өздерің қосымша ізденіп, тағы кішкене мәліметтермен толтырсаңдар болады. 6-шы тапсырма. Индуктивтілігі 95 милли Генри катушканың магнит өрісінің энергиясы 0,119 джоуль болса, ХБЖ-ға келтіріңдер, түрлендір формуланы жаз, катушкадағы ток күшін табыңдар. Мұндағы 95 милли Генриді мыңға бөлеміз, 0,95 Генри деп аламыз. Бұл бізде А тапсырмасы. Бұл тапсырмасы бойынша түрлендіреміз, яғни магнит өрісінің энергиясының формуласын жазып алайық. Осы формуладан ток күшін табу үшін 2-ні көбейтеміз магнит өрісінің энергиясына, бөлеміз индуктивтілікке. Онда бізде квадрат болғандықтан осы өрнекті түбірасын аламыз. Енді орнына қойып есептейік. 2 көбейтілген бізде магнит өрісінің энергиясының мәні 0,119 бөлеміз 0,1095-ке. Көбейтіп бөлетін болсақ 4 болады, ол түбірасынан 2 болып шығады. Келесі тапсырмасы, мұнда бізде магнит ағыны, орам саны және электр қозғаушы күші берілген екен. А тапсырмасында электромагниттік индукция заңының формуласын жазыңдар. Б-да түрлендір формуласын жаз, ал Б-да магнит ағынының жоғалу уақыты. Ең алдымен оқушылар, А тапсырмасында электромагниттік индукция заңының формуласын жазамыз. Оны табу үшін орам санын көбейтеміз магнит ағынның өзгерісіне, бөлеміз уақыттың өзгерісіне. Ал енді Б тапсырмасы бойынша осы формуладан уақыттың формуласын түрлендіреміз. Уақытты табу үшін орам санын көбейтеміз магнит ағынына, бөлеміз электр қозғаушы күшке. Енді орнына қойып есептейік. Орам саны 100-ге тең, магнит ағыны 0,102-ге тең, бөлеміз электр қозғаушы күшке, яғни 4 вольтқа бөлеміз. Көбейткен кезде 2 болады, 4-ке бөлсек 0,15 секунд. Ал енді оқушылар, соңғы тапсырмасында мұнда бізде өткізгіштің ұзындығы, индукциясы, ток күші және ток бағыты мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш берілген екен. ХБЖ-ға келтіреміз, күштің мәнін табамыз. Мұндағы 15 сантиметрді ХБЖ-ға айналдырамыз, 100-ге бөлеміз 0,115 метр болады. Бұл бізде А тапсырмасы. Б тапсырмасы бойынша күшті есептейміз, яғни ампер күшін есептейміз. Ампер күшін табу үшін индукцияны, ток күшін, өткізгіштің ұзындығын және синус альфаны көбейтеміз. Синустың 30 градустағы мәні 0,15-ге тең. Индукциясы 0,14. Көбейтеміз ток күші 8 ампер. Көбейтеміз ұзындығы 0,115. Арасындағы бұрышы 0,15-ге тең. Сонда барлығын көбейтетін болсақ 0,124 ньютон болады.
оқушылар видеоның соңына дейін қараған болсаңдар каналға жазылып лайк басып өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. сау болыңдар.